Дофамин деген не? Ол гормон біздің миымызда, басымызда тамып туып тұратын және түрлі тәуелділіктерде осы гормонның кесірінен болып кетіп жатады. Бүгін осы бақыт деп аталатын гормонды талдайтын боламыз, жақсы түсініктерге келеміз. Бізге бұл басымызда, миымызда дофамин гормоны бөлінбесе, қанша жерден аш болсақ та, тамақ жемесек те, біз тамаққа қарап отыра береміз, оны жемей. Сондықтан да бұл гормон бізге аз мөлшерде керек. Және осыны түсіну арқылы маркетологтар да өздерінің бір нәрсені сату үшін, тықпалау үшін бізді қызықтырып, бір нәрсені сатып алсаңыз, екінші нәрсе тегін беріледі деп қызықтырады, скидка болып жатыр, акция болып жатыр деп. Осы кезде біздер қызығып, миымызда дофамин гормоны бөлініп, ендігі сол нәрсені сатып алмайынша біздер тыныштық таппаймыз. Бұл бақыт гормоны емес, уақытша ғана бізді 5-6 сағатқа ғана бақыт сезімін әкелетін, бізді артынан қуалатып қоятын гормон. Әне-міне болып кетеді, әне-міне біз бақытты болып кетеміз деп дейтін гормон. Бұл уәде гормоны, бізді артынан қуалатып қояды. Бұл біз уәде гормон екенін түсініп, артынан қуалатып қоятынын түсініп, біз бақытты қылмайды, артынан қуалататынын түсініп, біз енді осылай өмір сүретін боламыз. Дофамин гормонын түсіндіңіздер не екенін, және тәуелділік қайдан пайда болады? Тәуелділік емес, дофамин гормоны кінәлі. Біз бір нәрсеге тәуелді болып кететініміз. Анаша, наркотик шеге ма, темекі, насыбай тарта ма, интернетте түрлі ойындарға, лудомания бар, қазір онлайн ойындар бар. Осыған тәуелді қылып қойып отырған тәтті тағамдарға, интернетке, сусындарға, энергетикалық сусындарға, боялған, газдалған тәтті сусындарға, колаға бізді тәуелді қылып қойып отырған осы гормон. Осылардың бәрі, мысалы, коланы көрген кезде, анашаны көрген кезде, темекіні көрген кезде, біздерде дофамин гормоны туады да, біз ендігі соны ішпейінше, жемейінше, тартпайынша біз тыным таппаймыз. Міне осыны түсіну арқылы біздер нейробиология білімі бізге түсіндіреді, осыны оқимыз, өзіміз программалайтын боламыз. Енді тек қана жаман нәрселерге емес, енді осы дофамин гормонын жақсы нәрселерге тудыратын боламыз. Және соны бізге үйреткен, біз осыны енді үйренетін боламыз. Қараңыздар, салауатты өмір салтын сақтауға, таңда ерте тұруға, ерте жатуға, таңертең 10.000 қадам жүруге, 100 рет отырып тұруға, йога жасауға, түрлі жақсы нәрселерді жасауға осы дофамин гормонын туғызып, осылардың бәрін жасайтын боламыз. Міне осы менде ендігі мен осы таңертең тұрып, ерте тұрып, далаға шығып, жүгіріп келмейінше, жүгірмейінше, йога жасамайынша, отырып тұру жаттығуын жасамайынша, менде тыным таппаймын. Қазір дәл сондайға жеткіздім. Сондықтан да сіздер осыны сіздерде жасайтын боласыздар. Бұған бізге айтып жатырмын, нейробиология ғылымы білімі көмектеседі. Саналы түрде осы нейробиология ғылымын зерттеп, алып, миымызды жақсы жаққа қарай программалап, оны миымызға жазып, жаман нәрселерді көрген кезде біз оны құсатындай, жиіркенетіндей сондай деңгейге жетеміз. Әдетте бізге қазір рахат әкелетін сезімнің бәрі түбінде бізді ауруға апарады, азапқа апарады, ара қатынасты бұзады. Ал қазір кішкене қиналса келетін нәрселердің бәрі түбі бізді рахатқа апарады, жақсы қарым-қатынасқа, жақсы өмірге, болашаққа нық сеніммен қарауға, лайықтымын деген өмірімізді сүруге апарады. Және Джеймс Олдс осыны бізге айтып, зерттеп беріп кеткен, дофаминнің басты қызметі бізді бақытты қылу емес, бізді бақыттың артынан жүгірту, қуалату. Міне осыны түсіну арқылы бізді таласып, тармасып өмір сүруге, тамақ тауып жеуге, ұрпақ жалғастыруға қарай ұмтылтады. Мидың бөлігі бізді бақытты қылуға емес, бақыттың артынан жүгіртуге. Бұл уәде гормоны. Және түрлі аурудан, әлемде емделмейді деп жатырған ревматоидный артрит, қалқанша безі, рак аурулары түрлі емделмейді деп жатырған әлемнің профессорлары, ғалымда емделмейді деп жатырған жан тән сауықтыру орталығында емделіп жатыр. Дәріден
бас тартып жатыр. Неге деген кезде ғалымдардың ғылымды зерттеу, бір проблеманы зерттеп отыру, оны тышқандарға зерттеу жасау, міне осымен айналысып жатыр. Ал біз болсақ адамдардың игілігіне пайдалануға, осы әлемде беріліп жатырған білімдердің барлығын, нейробиология ғылымын алып, оны зерттеп, біздің ақ адал таза ниетіміз бар. Бұны адамдардың игілігіне пайдалану деген. Осы нейробиология білімін алып, біз адамдардың игілігіне қарай пайдаланып жатырмыз. Сол кезде түрлі тәуелділіктерден арыла аласыздар. Сапалы қазақ онлайн марафонда оқып, нейробиология ғылымын оқып, пайдаланып, сіздер өздеріңіз миларыңызға жаңа программа жазып, түрлі тәуелділіктерден арыласыздар. Емделмейді деген аурулардан осылай айығасыздар. Жан тән сауықтыру орталығына келіңіздер, қандай да бір емделмейді деген, емдей алмай жүрген денсаулықтарыңызда ауырып кетіп жатырсаңыздар. Ал тәуелділік болатын болса, қандай да бір тәуелділік болатын болса, маған келіңіздер, сол тәуелділікті шешуге, программа жасауға, түрлі жаттығулар жасауға. Осы арқылы біздер емдеп жатырмыз, тәуелділіктерден құтылып жатырмыз. Тәуелділіктерден қандай да бір тәуелділігіңіз болса, маған хабарласыңыздар, сапалы қазақ онлайн марафонына қатысыңыздар, мен сіздерге көмектесетін боламын.